Плюс мамада аллергиясы бар. Біз үйге не істеуге рұқсат бермейді асырауға. Біз қазір экстремалды болсамыз, есігімді, мысықты асырайын деп жатыр. Бірақ көріп қойса тығып қоямыз, келатса. Иә? Тығылуымыз мүмкін. Кеттік. Көріп қойса не істейді? Білмейміз. Бірақ дәл балдар аяқта. Айтпаңдар мама. Айтсene бақырма. Өйтпай. Ана жерде. Спальныйда ма? Онда кеттік залға тез алып кірейік. Жаным. Аяғым босай. Босай. Аяқ киім шешіп. Босай. Не шулап кетті, қыздар? Әй, кім? Қақтасыныр? Не істеп жатсыңдар? Жай отырғанда қорқынышты әңгіме. Қандай қорқынышты әңгіме? Андай просто біреудің басына Қақта жүрсіңдер екеуің таппай жатырмын ғой мен. Сен тамада серуендеп келдік, магазинге барып. Не ол ана алдарында? Не ол? Немене ол? Кіріп кеттім, құрсын орнын қышып. Немене ол? Денем қышып кетті ғой. Бағана қолым қызарып кетті ғой менің. Не? Үйге мысық кіріп кеткен жоқ па? Өткендегіде көршінің мысығы. Көріңдерші үйдің бәрін. Точно ма? Чута жаман аллергиям бар ғой, мен білесіңдер ғой. Не істеп отырсыңдар сендер? Біз пердеге қарап отырып едік. Не пердені жаңа көрдіңдер ма? Перде күшті, матасын көріп жатыр. Ойбай, тоба. Шай ішесіңдер ма? Мен шай ішем. Жоқ, ішпейміз. Бопты, мен онда шай ішіп келейін мақыма. Басым ауырып чота, денем қарсаны қызарып қышып кетті чота. Аллергия менде, точно. Бар дәрімді ішіп алайын болмаса, чота білмеймін ғой. Бопты. Чота сендер ше ма, анамай тұрсыңдар? Я, дейді еще. Сұрағымда естіген жоқ. Болды қойшы. Қинамай жамасы кетеді. Жоқ. Бүйтіп көтеріп аш, бөпе сияқты. Көз бақырайып тұр ғой. Не қаяққа түстім мен деп. Сен бір семьяға түстің. Қашылары. 2000 years later. Достар, что-то жаман мұрным қышып барады. Қыздар, ола, мен көзім ашып жаман қызарып баратыр. Қыздар, не істеп жатыр? Ола, көзім жасаурап көрмей жатыр көзім ше. Сендер әлі отырсыңдар ма? Не болыпсыңдар ол жерде? Ола, мен жаман мұрным қышып баратыр. Шай ішамадым о шайымды. Осы жерде отырам мен. Не істеп жүрсіңдер? Ол бұрышқа отырып аласыңдар, басқа жер жоқ па отыратын? Бопты, тұр, бар. Шайларын ішіндерші. Бар, шайларын ішіндерші, мен демдеп қойдым шайды. Давай, тұрыңдар, тұр. Шайларын ішіндер, бар. Давай, бар, шайларын ішіндерші. Не істеп жүрін ала? Ойбай, не істеп жүрін ала? Не қып жүрсіңдер? Ана айзереге не жоқ? Ужас. Мына мысықтың не істейміз? Кімнің қасына жатады? Нақты жүндер көбейіп кетті уже бас. Қоймас үшін тез қайып. Мама жақсы көріп қалып, аллергия кететін шығар, шомылдырақ кеттік шабылдырамыз. Шулап кетті, қыздар, аяру. Не істеп жатсыңдар?
кірсейші, неғып тұрсыңдар өйтіп? Жоқ, шайымызды ішіп Фу, бәсе мен ол мысық. Мама! Мен бәсе мұрным кәдімгідей қызарып түшкіре бердім ғой. Қаяқтан келді мына мысық? Біз сатып алдық. Мама, жоқ, қандай таза, білесіңдер ғой менде аллергия бар екен, тез шығарыңдар. Қаяқтан алып келіңдер сендер бұл мысықты. Жоқ, өля өзінің мамасы бар шығар, оны бар қайтар іздеп атқан шығар. Болды, қайтар, болмайды. Жоқ, мен білесің. Бәсе. Мен жаман, көзім жасаурап, бәсе не шәм ташамадым, дәрі әсер етпей жатыр. Бәсе не болып қалды десем, тез бар. Қайтарыңдар, қаяқтан әкеліңдер, бар, апарып беріңдер. Ужас. 2000 years later. Не қылдыңдар? Шығардыңдар ма? Той, сендерге айттым ғой мен. Айттым ғой сендерге, мысықтың не керегінің аллергиям бар екен, білесіңдер, маған жындарың ашымайды екен сендердің. Ана қакет, үйі бар көрдің ба оның? Оның өзінің хозяйны бар ғой. Негізі бұл аяр екеуміздің секретіміз, біз оны далада асырайтын тұрмыз. Сендер бәсе, менен колбаса сондай сұрайсыңдар. Соған ба сонда? Сендер болмайды ғой. Ақшада сұраймыз көбінесе. Aşağıda mısın tamağını alalım. Ужас. Болды. Маған керек жоқ еді, мысық ештеңе әкемендер үйге. Зато далада асыраймыз. Болды, керек жоқ ешқандай мысық. Ужас. Достар, біз нақты пицца жеп кеттік. Ал достар, менде негізі аллергиям бар мысыққа. Мыналар мені тыңдамай мысықты үйге алып келген ғой. Енді бұларға қойып еш, ұрыспай қойып өздері, бірақ мысықты екеуі далада тойғызып, екеуі тамағын беріп, сауабын алып жүр екен. Оғанда рахмет деп, оларға пицца алып бердім, бірақ пиццамыз қалған жоқ уже. Суши бар мына жақта бізде. Достар. Ал достар, енді бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаса не істейміз? Лайк басып, комментарий жазып, таратып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Всем пока! Пока, достар. Кімде мысық аллергия бар, астына комментарий жазып кетіңіздер.